Құрметті оқырмандар, Орталық балалар кітапханасы тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап әдебиет панорамасының 27-ші шығарылымын Сая Қасымбектің «Жанталас» атты кітабына арнайды. Сіздермен мен Ғазиз қызы Сағыныш. Қазақстан Республикасының мәдениет қызметкері Сая Қасымбек 1964 жылы 24 ақпанда дүниеге келген. Мамандығы театр режиссері, драматург. Қазақстан Республикасының мәдениет министрлігінің Оңтүстік Қазақстан облысының мәдениет басқармасының алғыс хаттарымен марапатталған. Түркістан театры, Жанталас, Тәңірдің қылышы, 3 томдық жинақтары, Яссауи қасіреті кітабы бар. Режиссер мамандығы бойынша 20-ға жуық спектакльде сахналаған. Пьесалар бүгінгі таңда Қазақстанның 14-тен астам театр сахналарында қойылуда. Сая Қасымбек өзінің бір сұхбатында драматургияның баратын жері театр сахнасы, әдебиеттің баратын жері оқырман. Екеуі бірлесе келе, ол қазақтың тарихы, ол қазақтың әдебиеті, ол қазақтың рухы. Рухымыз өшпесін, отаншыл, өз елін сүйетін ұрпақтарымыз көп болсын деп, келер ұрпаққа өз үмітін артады. Драматургия дегеніміз жазушының белгілі бір дәуір мен кезеңдегі драмалық шығармалар жиынтығы. Жанталас пьесасы жанталасып жеткен тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына таңдалған шығармалардың бірі де. Жанталас кітабында Жанталас пьесасынан бөлек балаларға арналған ертегілер де жинақталған. Бұл пьесаның біздің батыр бабаларымыздың ел мен жер үшін жанталасқан ерліктері көрсетіледі. 2003 жылы Түркістан театрында Қазақстанның халық артисі Райымбек Сейтметов осы Жанталас пьесасын сахналаған болатын. Тарихтан бір көріністі көргілеріңіз келсе, осы кітапты оқуға кеңес береміз. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап әдебиет панорамасында келесі жүздескенше сау болыңыздар.